күн, құрметті оқырмандар. Бүгін мінеки осындай әдемі сумканы тоқып үйренеміз. Ол үшін бізге керекті полиэфир жібі. Полиэфир жібінің 3 мм-лігімен тоқимын. 3-4 пен тоқи беруге болады. Бірақ мен мына сумкада 3 пен тоқимын. Өйткені осындай бір сумка толық біту үшін 3 мм-ліктен біреуі толығымен жетеді. Ал енді 4 пен тоқысаңыздар размер үлкендеу болуы мүмкін, бірақ 1,5-дай бірден артықтау жіп кетеді. Сол жағына мән берсеңіздер болады. Мынау менде 3 деген, сосын крючоктың 4 деген крючокпен тоқимын, және мынандай пластмасс инеден бір тал керек болады. Өте қарапайым, өте оңай тоқылады. Сумканың бірі. Енді қараңыздар, бұны бастау үшін бірінші міне жіптің үшін бұлай бір айналдырамыз. Одан кейін 4 деген жағын іліп алып, ал мен бір петля іліп аламыз, бір ілмек іліп аламыз. Міне осындай іліп алдық. Енді бұл саналмайды, бұл просто бірінші бастапқы дайындық ілмек. Енді арғарай 1, 2, осылай 2 болды. Біз 62 болғанша тоқимыз. 1, 2, 3, 4, 5. Енді көбіңіз тоқып жүргендіктен білесіздер, жіпті қолдың үстіне қойып тоққан ыңғайлы. Крючокпен мына жақтан ұстаймыз. Бізде 1, 2, 3, 4, 5 болды. 6, 7, 8, 9 деп 62 болғанша тоқимыз. Мен 62 тоқыдым. Бұл енді жалпылама сумканың мына жағымен мынаған дейінгі ұзындығы. Сіздер егер бұдан да үлкендеу тоқимын десеңіздер, онда арғарай қоса берсеңіздер болады. Бірақ ол кезде жіптеріңіз кішкене көптеу болуы керек. Дәл қазіргі мынандай размердегі сумкаға бір жіп кетеді. Егер сізде 2 жіп, 3 жіп болатын болса, онда қалаған размеріңізді мына кеңдігінде мына жағында қоса берсеңіздер болады. Мен осы 62-мен тоқып көрсетемін, ары қарай қосам десеңіздер өз еріктеріңізде. Одан кейін келесі қатарды бастау үшін біз бірінші бір петля тоқып аламыз. Бұл 62-ден бөлек, тағы біреу тоқыдым. Одан кейін міне артына қаратамыз. Артына қаратқан кезде мынау қазіргі іліп шыққанның артындағы мынандай көлденең, бұдан біріншісінен емес, мынадан емес, екіншісінен бастап, артындағы осындай көлденең тұрған ілмектер тұр ғой, соның екіншісінен крючокпен іліп шығарамыз жіпті. Міне крючокпен жіпті іліп шығардық, и бір екеуінен бірге ілеміз. Жай ілмек. Әрбір осындай арт жағынан мынандай, қараңыз, мынандай жіптің арт жағындағы осындай ілмектерден, жіптерден іліп шығып, тоқып шығамыз. Арғы басына дейін 62 болады қайтадан. Мына бет жағы, мына тоқылған жағы, мына астында әрбір міне осындай не бар, ілмек бар, содан тоқимыз. Қайтадан арғы басына дейін сонда бізде бағанағы мынау біріншісі болып саналады. Оның біріншісін мына жақта бір ілмек тағы қосымша тоқыдық. Содан кейін барып, оның артындағы емес, мына жақтағы 62-нің артындағы ілмектен бастап тоқыдық. Сол кезде мынау бізде біріншісі болып саналады. Мінекей 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 болды. Жалпы 62 болам дегенше соңғы ілмекке дейін тоқимыз. Соңғысы мынадан да өткіземіз, соңғысынан. Одан кейін келесі қатарды бастау үшін тағы бір петля іліп аламыз. Іліп алғаннан кейін, міне қазіргі ілгеніміз мына тұр ғой, содан кейінгі соңғы аяқтағаны, әрбір соңғы ілгенді бұл саналмайды. Одан кейінгісінің бастап, мынау өзі бұлай тоқылған, бұлай екеу көрініп тұр. Соның біз бір жақ жартысынан іліп аламыз. Бергі жағы, мынау арғы жағы. Соның арғы жағынан, қолымыз жағынан іліп алып, жартысынан қайтадан тоқып шығамыз. Әрбір жартысынан ғана тоқимыз.
Негізі бұлай тоқу керек көбінде. Біз бұл жолы бұл сумкада жартысынан тоқимыз. Арғы басына қайта шығамыз. Әрбір бастаған кезде бірінші бір ілмек іліп аламыз. Болмаса мынау әр қатарда бірден қысқарып қалады. Бір ілмек іліп алып барып, бірінші петлядан бастайтын болсақ, онда ол қысқармай былай түзу болып шығады. Осылай қайтадан келесі басына дейін тоқып шығамыз. Соңғы жағына шықтық. Ең соңғысынан да міне мына жақтағы бағанағы бірінші басталды ғой, содан да тоқимыз. Енді тағы келесі қатарды бастау үшін міне тағы бірінші бір ілмек іліп аламыз. Бірақ бұл ілмек андай тоқымаймыз бұны. Міне соңғы аяқтағанымыз мынау еді ғой. Мына ілмектің алдындағы содан бастап қайтадан жартысын тоқимыз. Бұлай келгенде де міне мынандай жартысынан тоқимыз. Әрбір осындай жартысынан тоқимыз. Осылай біз қайталай береміз. Әр тоққан кезде жартысынан, сонда қырлы болып узор болып шығады. Мына қазіргі тоқылған ілмек, ең соңғы аяқтаған ілмек, соның жартысынан. Әр қатарда 62 толық шығу керек, қысқармау керек, көбеймеу керек. Егер қысқарып, көбейіп кетіп жатса, онда қате деген сөз, бір жерінен қателестіңіз деген сөз. Мысалы, сіздікінің санына байланысты. Мысалы, менікі 62, бас 62 мен басталды, соңы бітем дегенде соңғы қатарда 62 мен аяқтау керек. Қанша қатар тоқысам да. Сіз мысалы 64 пен бастасаңыз, әр қатарыңыз 64 болу керек. Әрбір қатарды бас жағын бастаған кезде бір ілмек іліп алып, одан кейін барып бастаймыз. Сонда ол қысқармайды. Оны бұл сумкада емес, басқа да жерлерде қолдануға болады. Окей. Қайтадан мына басына шығамыз. Жағына шықтық, соңына дейін қайтадан қайталаймыз. Міне 4-ші қатарға кетіп бара жатырмыз. Біреуін тоқып алдық, қайтадан міне соңғы мынаны қосып есептемегеннен кейінгісінен іліп алып, қайтадан бастаймыз. Осылай ары бері тоқу арқылы жалпы 30 қатар тоқысақ жеткілікті. Мен 36 қатар болғанша тоқыңыздар. Мынада міне қалай санаймыз десеңіздер, мына ортадағы қырды санасаңыздар, бір қыр шығам дегенше ол бір барып бір қайтып келген, сонда екеу болып саналады. Міне 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36 мен аяқтап тұр. Енді үлкейтем десеңіздер, жүптеріңізге байланысты көбейте берсеңіздер болады. Болмаса, бірінші осындай сумка тоқып шығыңыздар, толық аяқталатын, одан кейін біріншісіне қарап, қаншалық үлкейтесіз, заказыңызға қарап, әртүрлі форматта жасай бересіз. Жалпы осылай, қазір бізде 1-2 деп кетіп бара жатыр ғой, шығып бастады, узорларымыз. Осылай жалпы 36, 18, мынандайдан 18, міне бір, екіншісі шығып жатыр. Осыдан 18 қыр шыққанша тоқып шығамыз. Менің міне жалпы несі дайын, сумканың алды арты, мына жағын, қай жағын қойсаңыздар да, екі жағы да бірдей сияқты, бірақ өздеріңізге қай жағы ұнайды, соны қойсаңыздар болады. Мен міне былай қараған кезде өзі белгілі, былай қараған кезде мына жағын қоятын болам. Екінші жағы да кішкене ұқсайды, бірақ кішкене ғана разницасы бар, бірақ почти бірдей. Қай жағын қоям десеңізде өзіңіз білесіз. Екі жағында қатты бір айырмашылық жоқ. Жалпы осылай болып шықты. Енді үлкейтем десеңіздер, бағана басында айтқандай ары қарай жасай бересіздер. Мынау осылай болып шығады, және шетіндегісімен тағы кішкене размер қосылады. Енді осы жерден қиямыз. Сосын біз ары қарай мынаны бір байлап қойып,
біз екі жанын тоқып аламыз. Бұны қоя тұрамыз да, екі жақ жанын тоқимыз. Жанын тоқу үшін міндетті түрде жіптің сөгілген ұштарын күйдіріп отыру керек. Себебі кейін тоққан кезде байқамай бір нәрседе ілініп, тартылып қалған жағдайда сонша тоқыған еңбегіңіз полный жоқ болмас үшін, міндетті түрде осылай басын күйдіріп отырыңыздар. Енді қараңыздар, біз ары қарай тағы да екі жақ шетін, міне мен мына жерде жалпы 62 қатар бастадық, соған байланысты асты 14, мына жағы 24 қатар. 24 қатар дегеніміз 24, екі жағында тағы мына жағында да 24 қайталанады. Мына қатар 24 болғандықтан ол екі жағында да 24-24-тен 48 и 14. Жалпы мына жер 14, сонда 62. Жалпы мынаған тура келетіндей етіп санап аламыз. Енді сіздікі мына қатарыңыз бағанағы бастаған 62 емес, басқа сан болатын болса, тура соған қанша қатар тоқу керек, солай толтырып тоқып шығасыздар, 62 болса, тура осы санмен бастайсыздар. Міне тура бағанағындай біріліп бастаймыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 тоққаннан кейін бір петля іліп аламыз. Іліп алғаннан кейін тура бағанағындай арт жағындағы бірінші ілгеннің артынан емес, тура бағанағы 14 дегеннің артындағысынан іліп, тағы да арғы басына жетем дегенше қайтадан міне екінші, тағы 14 петля тоқып шығамыз, үшінші, төртінші, бесінші, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, міне 14. 14-ін жасап алдық. Енді тағы бір қатар, тағы біреу тоқып аламыз. Одан кейін мына жаққа қарай қайтадан міне біреу тоқыдық. Енді мына біреу тоқыған шетіндегі тесіктен бастап тоқып кетпейміз, онда сіздерге үлкейіп кетеді, 15 болып кетеді. Мына біреу тоқыдық. Енді мына бірінші, мына жер бар ғой, осы жерден бастап біз бірінші, екінші, үш, бұл жерде жарты емес, толығымен іліп аламыз, бұлай толық іліп аламыз. Бір, екі, үш, төрт, бес, алты, жеті, сегіз, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 12, 13, 14. Міне 14 тоқып алдық. Тағы біреу іліп аламыз да, қайтадан бұлай қарай тоқимыз. Бұл жерде жарты емес, толығымен тоқимыз. Мына іліп алған жерде тоже мынандай кішкентай бір не шығып тұр, петляның тесігі шығып тұр. Бұл жерден тоқып қойып жүрмеңіздер. Сразу мына бірінші ненің үстінен, осылай бірінші петляның үстінен бастап тоқимыз. Екі жіптен бірге өткіземіз. Әрбір осындайдан бірге өткіземіз. Жарты емес, екеуінен толық өткіземіз. Ары бері тоқу арқылы жалпы 24 қатар тоқимыз. Үшінші қатар тоқып жатырмын. Ең басындағы тоқыған ол бір қатар болып саналмайды, одан кейінгі бағанағы тоққан біреу, мына жаққа қарай екеу, енді үшіншісін тоқып жатырмыз. 3, 4, 5, 6, ой,
1 былай санайсыздар, үстінен санайтын болсаңыздар, егер мына жағын шатасып қалып бұл санасаңыздар, мына 1 петля 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 болды. 12 13 14. Жалпы осындай 24 қатар болғанша тоқимыз. 4-ші қатар өстіп 24 болғанша тоқып аламыз. Қатты бос тоқудың қажеті жоқ, қатты тартып тоқудың қажеті жоқ. Бір қалыпты тоқысаңыздар болды. Күрчок өзі бітіп суырып шыққанда бітіп шығатындай, жіп өтетіндей міне шықсаңыздар болды. Осылай жалпы ары бері тоқу арқылы 24 қатар болған дегенше тоқып шығамыз. Осындайдан екеу тоқып аламыз. Міне мен 24 қатардан екеуін тоқып алдым. Бұл жерде міне былай санайсыздар, мынандай бір жалпақ болып тұрған екеу болып саналады. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Мына өйткені бір барып бір қайтып келген кезде осындай бір қатар болып шығады. Сондықтан осылай санайсыздар. 24. Енді осының біреусі міне қиып алдым. Екіншісіне келгенде сразу 1-2 метр жіп қалдырып, сосын қисаңыздар болады. 2 метрдей жіпті қалдырып қиясыздар да, енді біз шетін қосамыз. Инеге өткіземіз. Мына жіптің үшін кішкене күйдіріп алыңыздар тағы да. Міндетті түрде былай күйдіріп қойсаңыздар тарқатылмайды. Одан кейін біз міндетті түрде бұны инемен қосамыз. Мына жерін бір былай байлап алу керек. Бір түйіп тастаймыз дағы. Енді сумкамыздың былай несін қой, өзіңіз былай іші сырты қайсы болады таңдап алғаннан кейін екеуін біріктіріп ішіне қарай қосып тоқып жібереміз. Міне бірінші мына жақтағы бірінші петля бар ғой, мына жақтағы сумка жақтағы біріншісінен өткіземіз дағы, тура осы беттегі бұл жағында енді петля белгісіз, қараңыздар, біреу петля болып тұрады, одан кейін біреусі мынандай, міне біреусі петля, одан кейін біреу мынандай сызық болып тұрады. Сол жерден өткіземіз. Мынандай біреуден, мына жердегі орталықтан мына жерден. Сосын міне мынаны бірінші көріп алыңыздар, бірінші міне мынандайдан мына жерден өткіземіз. Өзі міне петля ұқсап тұр, осы жерден өткіземіз. Екінші осының осыдан кейінгі міне мынандай ортадан. Мына 1-2 деп санадық қой, соның ортасынан өткіземіз. Одан кейін міне мынандай қыр болып, сай болып түскен жерден өткіземіз. Одан кейін міне сай болып түскен жерден біреу өткіземіз. Мына бір деп санағанымыз, 1-2 деп санағанымыздың ортасынан біреу өткіземіз. Сайдан өткіземіз, ортасынан өткіземіз, сайдан өткіземіз, ортасынан өткіземіз. Осылай бір-біріне қосып шығамыз. Мына жағынан қоссам да болады. Ар жағындағы міне бірінші петлядан, ең бірінші петлядан, ина жақтағы тоже біріншісінен өткіземіз. Бұл жерде міндетті түрде инемен, мен күрчокпен ары бері тоқып көрдім. Мүмкін әдемірек шығатын шығар деп, жоқ, мүмкін груби болып қалды. Сондықтан міндетті түрде инемен осылай бекітіп шығамыз. Петлялар өз тұсына келу керек. Міндетті түрде мына біріншісі, міне екіншісіне келген кезде мына жақтағы бағанағы міне біреу деп санағанның ортасынан.
Одан кейін біз міне үшіншісі мына жақтағы міне ортада сай болып тұрған жерден, шұңқырлау болып тұрған жерден, енді әр жерде әртүрлі атайды сіздерге. Одан кейін міне осылай қалқамау керек. Мына жақтағы төртіншісі, мына жақтағы міне 1, 2, 3, төртіншісі қисық болып қалса, сумкаларыңыз полный асты жарамай қалады. Сондықтан асықпай, әрбір несін петлясын тастамай, қарсы жағына толықтырып, бірнеше штук тоққаннан кейін өзі белгілі болып кетеді. Алпыс төртте 64 болып, 62 болып ровно аяқталады. Егер дұрыс жасасаңыздар, қарсы жағына кейінде әр петлясымен бірдей болып шығады. Егер біреусіне арасында тастап кетіп, байқамай аттап өтіп кетіп, солай жасасаңыздар, сумкаларыңыз бұратылып қалады, бір жағына қарай жетпей қалады соңғы жағына келген кезде. Сондықтан асықпай қосып шығыңыздар. Қайсынан кіріп тұр міне. Мынадан кіріп тұр. Енді мен келесінен өткізді боламын. Келесі мына жақтың ортасына келіп тұр. Міне бағына міне 1, 2, 3-сінің үстінен өткізсем, енді одан кейінгі ортадан шұңқырлау жерге келіп тұр. Осылай каждыйын қарап тоқыңыздар. Қатты тартудың керек жоқ. Осылай бір-бір деп кете береміз ары қарай. Мына жаққа келген кезде мынау менен мына жақтағы өзі петля бар, мына жақта астында петлясы бар. Астының каждыйның петлясынан
бір-бірден тоқып кетеміз. Бұрышына келгенде бір жерден 2 рет қайталап жіберсеңіз болады. Одан ары қарай міне каждый өз-өзі қарсыдағы петля мен бер жағындағы петля. Бұл жердің шетіне қарағанда кішкене белгілі болып тұрады, оңайырақ болып тұрады, көрініп тұрады. Петлялар қарама-қарсы бір-біріне келіп тұр. Осылай бір-бірінен өстіп өткізе бересіздер. Главное, ар жағы мен бер жағы бір қатарда тұрса болды. Осылай полный айналдырып, қараңыздар, осылай болып шықты. Білінбей қалады қай жерінен қосқаны. Өстіп, мына жағында полный осылай айландырып қосып шығамыз. Мына бұрышына дейін келеді. Сосын бұлай қарай қайтадан айналдырып қосып шығамыз. Мына жағында да тура сондай, бағанағындай ортадан біреу, мына жерден біреу, ортадан біреу, мына жерден біреу деген сияқты. Қараңыздар, біз екі жақ жанын қосып шықтық. Енді осы жерде кішкене былай созып формасын шығарып алуға болады. Былай созсаңыздар да жоғары қарай енді қатты созылмайды. Еніне қарай кішкене созылып ашылады, өзі бір любой тоққан нәрсе бір-екі созғаннан кейін формасын өзі шығарады. Енді қараңыздар, біз ендігі қалған жерін мына жиегіндегі аузындағы жұқалау бірнеше қатарды тоқимыз. Одан кейін тек қана мына ручкаларын қоя саламыз, сонымен аяқтайды. Мынандай шет жағынан бір жерінен бастап, ең шетіндегі бір жерінен бір ілмектен өткізіп алып, осы жерден бірінші бір ілмек іліп аламыз. Одан кейін мына екеуінің арасынан бір ілмек тоқимыз. Одан кейін мына биік болып тұрған жердің ортасынан біреу тоқимыз. Одан кейін шұңқыр ойық болып тұрған жерден біреу тоқимыз. Осылай міне биіктеу болып тұрған жердің ортасынан біреу, ойық болып тұрған жерден біреу. Осылай толығымен бір айландырып жай накетпен тоқып шығамыз. Алдымен бір қатар осылай тоқып аламыз. Өзі белгілі, міне. Мына жерден біреу, мына жерден біреу, мына жерден біреу, мына жерден біреу деген сияқты. Мына биіктеу жерден біреу, ортаңғы ойық жерден біреу. Одан кейін былай шеті шығып келе жатыр. Мына жақ шетіне келген кезде өзі каждый петлясы бар, белгілі петлясынан айналып өте береміз. Мына жаққа келгенде, мына жағына келгенде тура мынау сияқты қайталап осылай бір айландырып тоқып шығамыз. Әрбірінен қалдырмай. Осылай толығымен бір айландырып тоқып шығамыз. Енді қараңыздар, міне толығымен бір қатар айналдырып шыққаннан кейін мына жеріне бастаған жерімізге келдік. Міне соңғы петляны тоқыдым. Енді міне мына жақтағы бағана бірінші тоқыған петля. Келесі қатардан бастап, екінші қатардан бастап біз мынаның ішкі жағындағы бір ғана жіптен іліп тоқимыз. Міне бір жіптен ілеміз. Сосын мына күрчоктың өзінен өткіземіз. Бір жіптен ілеміз, келесі петляны ілеміз, күрчоктың өзінен өткіземіз. Осылай тоқып шығамыз. Әрбір мына толық емес, жартысынан өткіземіз, және күрчоктан ғана өткізе саламыз.
шығарамыз, күрчектен өткіземіз. Бұлай іліп шығарамыз, күрчектен өткіземіз. Мына еще мына біреуінен толық емес, жартысынан ғана, я. Жартысы мына бір жағындағы жіптен ішкі жағындағы жіптен біреуінен ғана өткіземіз. Жіпті іліп шығарамыз, күрчектен шығарамыз. Осылай біз жалпы келген жаңадан бастаған жеріңізді маркер болса, сонымен белгілеп қойсаңыз болады. Міне бастапқы бастаған жеріңіз. Или мына жерден біраздан кейін айналып өтіп кетесіз. Астынан белгілеп қойсаңыз болады. Тоқып өтіп кете бересіз. Просто қанша қатар болған білмей қалмас үшін әр келген кезде өзі жібіміз сонымен ровно аяқтайды. Жалпы осындайдан біз 5 қатар тоқимыз. Егер жібіңіз 5 қатарға жетпесе, қанша 4 қатарға жетсе, 4 қатар тоқысаңыздар болады. Менде 5 қатарға жеткен. Одан кейін бағанағы шетін қосқан кездегі асып қалған, егер жіптеріңіз қалған болса, бұны тастамай, мынандай ручкаларын орнатуға болады. 4 жағын осындай. Сізде енді қандай ручка қоясыз, соған байланысты. Міне бұны ойында оп-оңай бүйтіп айналдырып, инеменен 2-3 рет бір жерден өткізіп, аст үстіне қарай солай бекіте саламыз. Осылай әрбір ілмектен өстіп өткізіп, 5 қатар болғанша айналдырып тоқып шығамыз. Мынандай болып түсіп жатыр. Келесі қатарда осының тағы жартысынан, үстіндегі мынандай жартысынан. Қазір тоқып атқанымыз бар ғой, соның мына бір жағынан іліп алып тоқи береміз, үстінен өстіп кете береміз. Сонда өзі таңдай болып шығады. Әр қатарда мына бір жағы қалып отырады, үстіңгі қатарда жартысынан ілініп отырады. Ең үсті ғана міне бұлай болып түседі. Қалған қатар мынандай бір тал болып шығады. Менде мына жерде 1, 2, 3, 4, 5 қатармен аяқталған. Сіздерде тура солай тоқып шығыңыздар. Бір айланып мына жергенде бір қатар болады. Келесі қатарды айланып өте беріңіздер. Мына жерден келген бойда тоқтатпай, осы жерден жалғастырып айландыра беріңіздер. Соң 5-ші рет айналып келген кезде мына жерден жіпті тоқтату техникасын көрсетемін. Міне 5 қатар тоқыдық. Менің жібім ровно жетті. Міне осы ғана қалды. Енді мына жерде соңғысына келген кезде біз міне мына бағанағы осының үстіндегі ілмек, мына осы соңғысы, мына жердің үстінде тұрған соңғысы. Енді осы жерге келгенде мына соңғы ілмек келгеннен кейін жіпті осылай өткізіп шығарамыз. Одан кейін мына жақтағы басталып тұрған қатардан біреуінен міне мына өйткені белгілеп қойдық қой соңғы үстіндегісі. Осылай өткіздік, жіпті іліп шығарамыз, астынан шығарып, полный сорып шығарамыз да. Бағанағы жіп өтіп тұр ғой, жіпті өткізіп алдық қой. Жіпті өткізіп алғанның ішінен осы жіп бағанағы шығып тұрған жерде, міне осы жерден іліп алып, просто жіпті шығардық қой, сол петляның ішінен күрчектің ішін шығарамыздағы, өткіземіздағы, мына күрчекті қайтадан сол жерден жіпті іліп астыға қарай түсіреміз. Сонда бізде мынандай болып қатарымыздың қай жерден аяқтағаны білінбей қалады. Сосын астына қарай түсіріп, ақырын біліндірмей, астына қарай, жанынан астына қарай өткізіп алып,
Ары қарай тоқтатып, міне қараңыздар, білінбей қалды, қай жерінен қосқанда білінбей қалды. Енді төмен қарай күртшектің жіңішке жағымен болса да өткізіп төмен қарай кәдімгідей өткіземіз. Өткіздік. Енді осы жерден қиып, міндетті түрде күйдіріп тастаймыз. Енді ары қарай маркерімізді алып тастаймыз. Енді ары қарай мына жерден ножкасын енді өздеріңіз бүйтіп ашып, осылай түбін осылай ашып, ровно қойсаңыздар да болады, ножканы қоймасаңыздар да болады. Осылай қойып, 4 жерінен өздеріңіз жобалап қоясыздар. Енді бұл өте оңай, енді дайын нәрселер ғой. Дайын нәрселер. Просто темірді айқастырып, ішіне қарай өткізесіздер дағы. Осылай ішінен не істей саласыздар, майыстыра саласыздар. Мынандай заттарын қоям десеңіздер де тура сондай, міне ішіне өткізесіздер, темірді майыстыра саласыздар. Ручкасы да тура сол. Енді дәл қазір менің қолымда мынандай ручка жоқ. Сол себепті мен бұны өздеріңіз осылай таға саласыздар деген ойдамын. Себебі мынандай бағанағындай пластмасс ине бар. Сол инемен осылай қалған жіптеріңізді астынан өткізесіздер дағы. Астынан өткізіп, бірнеше мәрте орап, ары бері кәдімгі бүйтіп, міне астынан шығарып, астыңғы жағынан шығарып, одан кейін мына жақтан қайтадан астына түсіріп, өстіп қана, обычный бір нәрсе тіккен сияқты, астынан шығарасыздар, үстінен қайтадан темірді, болмаса ағаш болуы мүмкін, соны төмен қарай өткізіп, өстіп жасап отырасыздар дағы. Өзіңіз қаншалық қалыңдықта қалайсыз, кейбіреу 2-3 рет мәрте жасасаңыз болады, болмаса көбірек жасасаңыз болады. Солай тігіп шықсақ болды. Просто ең маңызды жері екі жағы бірдей болса болды. Бір жағына қарай кетіп қалмай, сосын бір жағын жасап алғаннан кейін келесі қарсы жағын тура осыған туралап, толық қарсы бетін осымен бірдей қылып жасай саламыз. Сонымен осындай әдемі сумкамыз неге дайын болады. Баршаңызға сәттілік, қайырлы, берекелі білім болып, дәл осындай әдемі туындыларыңыз көбейіп, өздеріңіздің қолдарыңызбен көп заказдарыңыз көбейе берсін, табыстарыңыз мол болсын, әрбір өсіріп жатқан қыздарыңыз шебер болсын, қолдары алтын болсын.